Iya. Көңіл күйіңіз қандай? Жақсы. Олай болса, бір сабаққа алып, соны балалар. Енді балалар, мен сендерге бұл төгілген сабақ болғандықтан тақырыпты өздеріңе бергем. Бүгін соны қазір тексеріп көреміз. Қалай аша алады екенсіңдер тақырыпты. Бері қараймыз балалар. Бірінші, бұл жерде қандай суреттер тұр? Төрт сурет тұр, төрт сурет бір сөз әдісі бойынша мынаған қандай тақырып қойдыңдар? Жыл мезгілдері. Жыл мезгілдері. Кім айтады? Қол көтереміз, шұғыла, немден көтереміз, жұлдызды көтереміз. Қыс дейді. Бірінші біздің айымыз қыс айы кетті, кім айтады? Шұғыла қазір көрейік. Қыс дейді. Мен қазір бір сурет қарастырып шығам балалар. Қыс. Келесі мезгіліміз дейді. Көктем. Көктем дейді. Тәтелемейміз, балалар. Келесі мезгіліміз ұл болсын. Жаз. Жаз дейді. Енді біз ретімен келатырмыз, дұрыс е? Дұрыс айтып атыр, қай мезгілдерді ретімен? Жаз дейді. Так, арғана тәтелегеннен сұрамай. Күз. Күз. Төртінші мезгіліміз күз мезгілі екен. Не құрастырдым мен? Ағаштың тамыры. Ағаштың тамыры. Енді осы ағаштың тамыры болғаннан кейін не болу керек? Ағашты құрастыру үшін қазір мен сендерге мүйсенберік әдісі арқылы тапсырма беремін. Ал енді балдық жүйеміз басталды. Шуламай тек қана балдық жүйемен жұмыс жасаймыз. Мүйсенберік әдісі бойынша Кәусар мезгілде толық сөз тапшы. Мезгілдері. Тамаша. Шұғыла. Жыл деген сөз бар дейді. Тамаша. Келесі тағы бір сөз бар. Бұл өте қиын әдіс болғандықтан жақсы не болғанда тегіс берем дегенмін. Ал енді бір сөз бар. Отырамыз да табамыз. Қайда тұр сол сөз? Егер тауыққа сөзге басын. Тұрған жерін тапса? Дұрыс, мәні. Ертегі. Қандай сөз шықты толық сөз? Жыл екен. Яғни біз ағашымызды діңін қыс мезгіліндегі ағашымыз екен. Күтіп баптауымыз керек. Ол үшін сол жыл мезгілдері деген ертегіні ашамыз. Кәні ашамыз. Карточкалар аламыз. Карточкаларын ашыңыз, бет көрсеңдер. Түсінер жасын болсын. Төрт оқушыға кепті. Тұрмынаш төртеуге кімге келіп сөйлеушінің суреті. Міне осы оқушылар қазір мәтінді оқып бізге таныстырады. Қалғанымыз кім болдық? Алмабек болды. Алмабек қарабай қойған ағашына. Ал отырамыз, ұлғысын бастауы. Насыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл 2 қыз, үлкені қыз шатақ мінезді, десем деген сотқарлау басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырма болғанымен әкесі оны бірге тікеледі. Шымырлығы үшін жақсы көріпті. Көңілді қыз болып өсіпті.
Ол аузын аша көмейді көрінетін адалдығымен таңы шықтай мөлді пәктігімен көкке ұнатты. Бұл қай мезгілде оқыдың сен күн бейгіні? Жаз. Жаз, тамаша. Сен қай мезгілде оқыдың? Күз. Күз. Бұл қаншыншы баласы? Кенжесі. Кенжесі, тамаша. Ал енді, сән де болса түсінген шығарсыңдар, видеода оқыдың, тамаша. Енді қазір осы түсінгенімізді топқа бөлінеміз дағы постерге салып қорғаймыз, түсінігімізді айтамыз. Ол үшін қазір мен сендерге бастарында бантикті не үшін тақтым? Сол бантикке байланысты мезгілдерімді беремін. Күзде жаз сендердің тапсырмаларың қызыл бантиктерге, яғни қызыл галстукта отырған жігіт қосылады сендерге. Мына артында бүршік бар. Егер жақсы орындайтын болсаң, сенің ағашың бүршік ата бастайды. Мына біз ағашты бүршік атқызуымыз керек. Суын құйдық қой. Енді бұл өсу керек қой. Сондықтан бүршік атқызуымыз керек. Сендердің бүршіктерің күз мезгілі. Сіздердің де бүршіктеріңіз бар. Жақсы қорғасаңдар бүршіктерің артымен қалады. Жақсы көктем. Сіздердің бүршіктеріңіз қыз. Сіздердің бүршіктеріңіз. Қазір постертерімді беремін. Ал жылдан ойларыңды қайырмен нақтыласыңдар. Сөздерімді мен екенмін. Күз мезгілін енді не түсіндің сол күзде? Сол күзде ойлы жинақтап салды. Мәтінді түсініп оқыдық, жыл мезгілдері туралы ертегіні постер арқылы қорғайды, әңгімелейді бұның сендердің дискрипторларын. Осыны әңгімелей алшанда. Buyurun. Mezgilman keldi. Shundan tek qoldi. Keling. Qisqa maqtib mezgili. Qiz mezgili o'ta sodirlar, buzuq bo'lgan, shidamli bo'lgan, sotqirlar bo'lgan. Akasi buni bir betga shamarligi uchun yaxshi ko'rgan. Odamning yuragi nazik qiz bo'ldi. Buni bari yaxshi ko'radi. Sulu болып тұрсыңдар, Міне көктемді де өзінің әкесі сол сұлулығымен, нәзіктігімен жақсы көреді. Көктемді не теңеп тұр? Сендерге сұлулыққа бағалап тұр екен. Әкесіне қарағанда ашық жарқын қыз болады. Сұлу және тыңдаймыз. Ашық жарқын қыз болады. Оны әкесі сол үшін жақсы көрді. Күз бастаймыз. Еппек кенжесі күз өте біледі. Бір нәрсеге ренжіп қалады екен. Жаңбыр жауды, жай жауды, жаңбыр тоқтады, күн шайдай ашылды. Күн шайдай ашылды, Қазір сұрақтың ішінде жаңағы топ бойынша тез жазып шығармыз, бөлім жазуымыз керек. Топпен жылдамдық. Ішінде кесте бар, кесте толтырыңдар тез. Күз жиналарға тез. Ұпай өзіне дұрып қой, бір алып алғанын екі ұпай. Ұпай жинайын дегендерін шығындар. Бастай берем. Жыл мезгілдері жаз. Кептердің сипаты. Күн
ашық жарқын, жайдарлы, әдемі сұлу. Біздің пікіріміз өте әдемі, көрікті, өте сұлу, жарқын. Ұнай ма саған жаз мезгілі? Иә, өте қатты ұнайды. Ақ мінезді, басына суық жасын айтам шыққаны. Қыз сендерге ұнай ма? Иә. Несімен ұнайды? Оның аппақ. Аппақ. Ағашымыз бүршік атып гүлдейді, иә? Иә. Бәттерімізді ашамыз. Көрікті ма? Иә, жұрттан асқан көрікті. Көрікті. Тамаша. Келесі жайдары деген жерге не жазады? Жомайыз, тек қана қой беріп қой. Жаз дейді. Күз жомарт. Күз қандай? Қағылам. Алып жазамыз. Бүршік ашқаннан кейін жапырақтайды ғой, иә? Иә. Кел, жауап берді. Шұғылақтан кейін ертіп кел. Ана үшінші ағашқа жапырақтаймыз. Одан кейін жаз мезгілінің ағашы жазамыз. Алма еп қойымыз береміз. Атаға келіп, бұл ойымызды қорытылап, немізді. Енді бұл жапырақтағаннан кейін бізге күзде несін беру керек, балалар? Несін беру керек? Жемісі. Қазір жинаған ұпайларымды әкеп санап алысында да мынаған әкеп жақсырамыз. Сол кезде алмамыз қаншалықты жеміс береді, соны көресіңіз. Және шерек әрсіне тұрамыз. Алмалары барлар, алмаларымды соңғы ағашқа әкеп қыстырыңдар. Сендерді. Еңбек етсеңдер ғана жейсіңдер жемісті, еңбек етпесеңдер жеміс жоқ. Міне, еміндіш болды. Бір 5-7 бастаған оны еді, әркім өзінің жемісі. Жапырағында. Ағашын жапырағында. Тыңдап. Кел, шерек арасында шеңберде отырамыз, келmiş. Кел, бар. Тыңдап. Не түсіндік? Кім қорытындылайды? Бастаймыз. Кім қорытындылайды? Не айтты бұл ертегіде? Жыл мезгілдері тура айтылды. Ол жерде? Ол жерде 4 жыл. 4 мезгіл бар. Жылдың 4 мезгілі бар. Ғасыр дегеніміз ең несі? Жыл. Ата? Сол ғасырдан не қылды? Ғасырдың баласы? Ғасырдың баласы 4 перзент сүйді. Жоқ, ғасыр дегеніміз кәдімгі 100 жылда бір ғасыр дейміз уақыт өлшем бірлігіне келеді. Ата-бабаның жыл атты жалғыз ұлы. Тамаша, жыл атты жалғыз ұлы болады екен аға. Енді сол мезгілдерді неге тегеді? Жыл мезгілдерін адамға теңеді, бала қылып, оны 2 ұл, 2 қыз деп теңеді. Таққаны тапсырма бар осының енді ішінде. Осы кітаптың енді таққаны тапсырмасы бар. Алып тапсырмасы. Жыл бойы неге жап-жасыл? Неге жап-жасыл? Іздерінден ма қақтан іздерінден? Неге жасыл? Оның тікендерінің кішкентай кішкентай, сонымен қатар оның жаңарып отыруына байланысты. 70% жаңарып отырады дейді, иә? Аға, не айтасың? Хлорофилл пигменті үздіксіз бөлініп тұра ма? Иә. Фотосинтез процесі үздіксіз бөлініп тұрады. Қайдан таптың бұл мәліметті? Интернеттен. Интернетке қалай кірдің? Не арқылы кірдің? Телефонын ақтыны қолдан. Тағы білдіңдер ма? Шықша неге үнемі жасыл болып тұратынын білдіңдер ма? Кейін жылдан түсіп, жылдан орнына шығып тұрады. 70% өзгеріп тұрады. Тікендерінің жылда 70% ауысады. Шыршаның тікендерінің бір жылда 70% ауысады. Тамаша. Не айтқың келді? Шыршаның тікендері бір жылда түсіп, қайттан 70% өсіп шығады.
Şunun taqırıqda to'liq açdıq deb o'ylaymiz, ya?